Барлығына сәлем достар. Бүгін біз тұрмыстық тігін машинасын жұмысқа дайындап, бірнеше тігіс түрімен танысатын боламыз. Егер сізге бұл тақырып қызықты болса, видеоны соңына дейін қараңыз. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен біз тігін машинасының элементтерімен танысып шығайық. Біріншісі, бұл бізде педаль. Үстелдің астына қазір қоямыз. Тігін машинасының оң жағында қосып өшіретін батырма бар. Басқан кезде мына жақта жарық жанады. Өшіреміз. Осы кезде бірден айта кететін, бұл бізде маховик. Өзімізге қарай жылжытамыз әрқашан. Ине сол кезде түседі. Қайттан жылжытсақ, ине көтеріледі. Содан кейін біз оны оңға осылай тарта аламыз. Оны не үшін тартатынымызды қазір көрсетемін. Қайттан орнына қоямыз. Енді экранда бізде 3 селектор бар. Бірінші селектор бұл тігістің ұзындығын анықтайды миллиметрмен. Мысалы, қазір 2,5 миллиметрде тұр. Біз 4-ге ауыстырамыз. 1-ге, 2-ге, стандарт 2,5-ға қоямыз. Екінші селектор бұл біздегі мына тігіс түрлеріне ауыстыру. А дегеніміз бұл түзу тігіс. Зигзагқа ауыстыру үшін С-ға бұраймыз. Д-ға ауыстыру үшін осылай бұрай береміз. Қайттан орнына келеміз. Үшінші селектор бұл біздің жіптің тартылуын реттейтін селектор. Мысалы, 3-ге қойып, 4-ге қойып жіпті реттеп отырамыз. Енді төменге қарай түсейік. Мынау бізде табан, лапка деп айтамыз. Лапканы қалай шешеміз? Мына арт жағында батырма бар, өзімге қарай басамыз. Жібереміз, лапка түсіп қалады. Қою үшін де тура солай. Өзімізге басып, лапканы тақап, жіберсек, ұстап тұрады. Енді осы лапканы қалай жатқызамыз? Мына қара кнопканы төменге түсіреміз, жоғары көтергенде лапканы да көтереді. Келесі бізде реверс кнопкасы. Бұл закрепка беру үшін, яғни жіпіміз соңында түйіндеу сияқты ғой. Біз киімді тігіп болғаннан кейін түйіндейміз ғой. Тура тігін машинасында осы түйіндеу. Енді мына платформаны ашайық. Мынау бізде челнок деп аталады. Оны алу үшін тура ортасында осындай тартатын нәрсесі бар. Соны басып шығарамыз. Челноктың ішінде шпулька болады. Шпульканың 2 тесігі бар. Енді астыңғы жіпті сабақтауды үйренейік. Ол үшін жіпті аламыз. Жіптің орнына қоямыз. Сабақтауға арналған осындай түйме бар. Содан өткіземіз. Және біздің шпулькамыз керек. Шпульканың 2 ортасынан сыртқа қарай жіпті өткіземіз. Мінекей осылай. Ортасынан сыртқа қарай. Және мына жерге келіп кіргіземіз. Кірді. Енді жіп айналу үшін біз оны оңға жылжытамыз. Осылай. Оңай жылжиды. Және осы маховикті де осы кезде оңға жылжытамыз. Тігін машинасы қосылып тұр. Осылай жіпті ұстап тұрып педальді басамыз. Жіп сабақтала басталғаннан кейін мына артық жіпті түбінен қиып тастаймыз. Осы жіп бізге жеткілікті. Енді қайтадан барлығын орнына жылжытамыз. Солға қарай жылжыды. Пульканы сағат тіліне қарай ұстап тұрамыз. Және челноктың ішіне кіргіземіз. Мына жіпті осы арнайы сызық бойынша өткіземіз. Мінекей. Тартқан кезде оңай тартылуы қажет. Енді астыңғы жіпті орналастырайық. Мына челнокта осындай шығып тұрған жері бар. Және мына жерде де шығып тұрған жер бар. Соған әкеп кіргіземіз. Итереміз. Осындай дауыс шығу керек. Астыңғы жіпіміз дайын. Енді үстіңгі жіпті сабақтайық. Үстіңгі жіпті тура осылай бастап, мына стрелка бойынша жүргіземіз. Бірінші осыған өткіземіз. Айналдырып келіп, осылай шықпай қалса, маховикті өзімізге тартсақ, шығады бірден. Осыған міндетті түрде өткіземіз. Енді астыға мынаған өткіземіз. Содан кейін иненің сол жағында ілмек бар. Соған өткіземіз. Сосын инеге өткіземіз. Инеге кіргіздік. Үстіңгі жіп сабақталды, астыңғы жіп дайын. Енді маховикті өзімізге бұраймыз. Сонда ине түседі. Мына жіпті ұстап тұрамыз, үстіңгі жіпті. Мінекей, астыңғы жіпті осылай суырып алады. Лапканы астына түсіріп, ар жағына өткіземіз. Мінекей, жібімізді сабақтадық. Барлығын жабамыз. Машинкамыз тігуге дайын. Осымен бүгінгі тақырып аяқталды. Сіздерге видео пайдалы болды деген үміттемін. Барлық сұрақтың жауабын таптыңыз деген ойдамын. Сіздермен болған Гүлханай. Келесі кездескенше сау болыңыздар.